Енді поплин ламбрекенін тегетін боламыз. Ол үшін бізге жасыл түсті мата керек. Қалаған кез келген түсті мата болады. Фетр керек астына, үстіне паутинкамызды қоямыз. Оның үстіне матамызды қойып, матаның түгі жатып өзіңізге қарап тұрайық. Сулап, марлымызды сулап, үтігімізді қатты баспай, кішкене бу бере отырып, үтіктеп алатын боламыз. Түгі бойынша түгін қалай жатыңқы тұр, солай үтіктеп аласыздар. Осындай лекала дайындап аласыздар. Немесе лазерге барып айтсаңыздар, осылай жасап бер десеңіздер, жасап береді. Мен астына тақтай қойдым. Тақтайдан кейін паутинкаңызды төсейсіз. Кез келген шиша, кафелда бола береді. Паутинканы төсегеннен кейін матамызды төсеп, үстіне лекаламызды қойып, выжигательімізді жақсылап қыздырып аламыз. Выжигатель қатты қызған болу керек. Еш уайымдамаңыздар, матаңыз күйіп қалмайды. Осы лекаланың шет-шетінен лекала жылжып кетпеу үшін түйреуіштерімізді қадап қоямыз. Енді осы выжигательмен ойып алатын боламыз. Ал сіздерге бұл қиындық тудырса, лазерге барып, осылай жасап беріңіз десеңіз, жасап беретін болады. Немесе біз сіздерге лазердің номерін беретін боламыз, сол кісілер сіздерге жасап беретін болады. Осылай бұрышынан бастап, тоқтамай, келесі бұрышқа дейін тоқтамай сызғандарыңыз дұрыс. Мата бір қалыпты қиылатын болады сол кезде. Енді осылай ойып болғаннан кейін біз лекаламызды алып, артық маталарымызды алып тастағанда бізде осындай әдемі ою пайда болды. Енді келесі тағы бір оюымыз бар. Сол оюымызды дәл осылай ойып алатын боламыз. Енді біз поплинімізді жасаймыз. Ол үшін тақтайдың үстіне паутинка қойып, паутинканың үстінен көк матамызды қоямыз. Поплинді қолмен сызсаңыздар да болады, немесе сол PDF форматтан шығартып алсаңыздар да болады. Кез келген компьютер салондарына барып, осылай жасап бер десеңіздер, размерін айтсаңыздар, сіздерге жасап беретін болады. Қағазға шығартып алып, қиып алсаңыздар да болады. Көк светтен поплинді өздеріңіз қалаған түстен жасасаңыздар болады. Осылай астында паутинкасы жабысып қалады. Енді мен поплиннің бас жағын сұр түстен қолдандым. Осы сұр түс арқылы басын жасайтын боламыз. Енді мен осы дайындап алған астыңғы матамды, жасыл матамның үстіне жаңағы дайындап алған оюымды, поплинімді, астында паутинкасы бар, осының үстіне утюгпен жабыстыратын боламын. Жақсылап әдемілеп қоясыздар. Менің жасаған ламбрекенім ұзындығы
1,5 ені, былайынан ені 40, паплиннің ені 70 сантиметр болады. Осылай барлығын жақсылап қойып аласыздар. Паплин жасамасаңыздар да осылай двойной ламбрекен деп аталады. Сол двойной ламбрекенді осылай жасалады. Енді үстіне жақсылап қойғаннан кейін үстіне матамызды сулап, өтегімізді қыздырып қойып, пармен басасыздар, өйткені пармен жақсы жабысатын болады. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Осылай бормен сызып аласыздар, керек емес жерлерін, артық жерлерін, астыңғы тұрған жіптер, маталарды паплиннің бойымен қиып, осылай паплиніміз бізге төмен түсіп тұрады. Мына ою бізге шөп ретінде қолданылады. Осылай тегістеп, астын барлығын тегістеп қиып аламыз. Өзіңізге керекті размерде алсаңыздар да болады. Үйдің биіктігіне қарайсыздар. Үй кішкене биіктеу болса, жалпақтау алыңыздар. Ал үйдің биіктігі төмен 2,50 болса, одан төмен болса, кішкене жіңішкерек алғандарыңыз дұрыс. Енді төбесін тегістеп, қисық жерлерін, артық жерін сызып алып тастайтын боламыз. Енді біз безендіру үшін тастар керек бізге. Осындай шашақ керек, оны біз қауырсын ретінде қолданылатын боламыз. Бізге зер жіп керек. Осындай зер жіп аласыздар. Барлығы фурнитура сатылатын жерде сатылатын болады. Енді барлығын лекалада қалай сызылған, солай матамызға сызып аламыз бормен. Енді паплин құсымыздың қауырсынын жасайтын боламыз. Кішкене қиып алып, осылай барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Керекті жерлерге жабыстыратын боламыз. Осы қауырсынның үстінен біз жаңағы тастарымызды әсемдейтін боламыз. Енді тастарымызбен әсемдейтін боламыз. Ыстық клей керек. Осылай тастарымызды барлығын қойып шығамыз. Бірінші ең алдымен бормен сызып алып, тастардың астында қара жағы бар тастарды алсаңыздар, әрі жалтырап тұрады, әрі өтекпен басқан кезде тез жабысып қалатын болады.
Енді марлымызды сулап аламыз да, жаңағы тастардың үстіне қойып, өтекті қатты қыздырып, 1 минуттай тұрып қыздырып аламыз. Сонда біздің тасымыз осылай жабысып қалды. Енді тастармен жаңағы оюлардың үстін безендіріп шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша барлығын безендіріп, тастардың үстіне өтекпен бассаңыздар, жабысып қалатын болады. Матаны абайлаңыздар, мата күйіп қалмауы керек. Енді біз құсымыздың көзін жабыстырамыз. Барлық зат фурнитура сатылатын жерде табылады. Осылай көзін жабыстырып шығатын боламыз. Енді бормен сызып, жаңағы зерімізді алып, құстың бейнесін, қауырсындарын барлығын жасайтын боламыз. Құсты осылай зер жібімізбен айқындап шығамыз. Осылай құсымыз дайын болды біздің. Енді төбесіне липучканың жұмсақ жағын тігетін боламыз. Қатты жағын карнизге ыстық кілеммен карниздің бетіне жабыстыратын боламыз. Міне осылай біздің паплин құс ламбрекеніміз дайын болды. Астына кез келген штордан қойып, сол штордың түсімен сәйкестендіріп жасасаңыздар болады. Мен мына жерде астарлы ламбрекенді қойғанмын. Осылай біздің паплин ламбрекеніміз керемет болып шықты.